Сәлем достар, бүгін біз осындай өте сүйкімді, өте дәмді, аузыңа салсаң ери жөнелетін, таңдайдан дәмі кетпейтін тоқаш пісірдік. Өте жұмсақ. Қалай жасалғанын көргіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Сәлем достар, бүгін біз ерекше тоқаш дайындаймыз. Бізге қажетті нәрселер 250 грамм ұн, 25 грамм қант, 6 грамм тұз керек. Одан бөлек 145 грамм су, 3 грамм аштығы, 14 грамм бөлме температурасындағы сары май керек. Бұдан бөлек бізге 40 грамм ас содасы және 1 литр 200 грамм ыстық су немесе 1,5 литр алсақ болады. Сонымен бастаймыз. Ең алдымен 145 грамм жылы суға 3 грамм аштығымызды салып араластырамыз. Және аштығы ерігенше қалдырамыз. Енді ұнға тұзды және қантты саламыз. Құрғақ массаны жақсылап араластырып аламыз. Және ортасына ойық жасап, аштығымызды, сумен араласқан аштығына құямыз. Ақырындап қасықпен немесе қалақшамен араластырамыз. Басы біріккенше араластырамыз. Басы біріккен қамырды алып, столымыздың үстіне немесе силиконды төсенішке түсіреміз. Столға түсіргеннен кейін ақырындап барлық ұнды сіңіріп алғанша басамыз. Енді дәл осы қамырымызға бөлме температурасындағы сары майды алып қосамыз. Қамырды ақырын жауып, дәл осы қимылмен май түгел араласып кеткенше илейміз қамырды. Ау. Осылай 5 минут бойы илеп шығамыз. Қамырды 5 минут илегеннен кейін осылай қолға жабыспайтын қамыр аласыздар. Осы қамырды 2 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Қайтадан қамырымызға келеміз. Оған дейін қазанға су құйып, содан дайындап аламыз. Қамырды 2-ге бөлеміз. Әрбір 2-ге бөлінген бөлікті 4 бөлікке бөліп аламыз. Аздап қолға жабысатын осындай қамыр болады. Әрбір бөлікті қолмен жайып жіберіп, ақырындап ішіне қарай біріктіріп домалатамыз. Осындай домалақ қамырды пергаментті қиып дайындап аламыз. Және соның бетіне қойып бастаймыз. Келесі қамырлармен де дәл солай. Жиегінен ішіне қарай сала отырып бүгіп аламыз. Қолдарыңызға қатты жабысып бара жатса, қолдарыңызды аз ғана сары маймен майлауға болады. Осылай барлығын жасап аламыз. Осылай пергаментке қойып аламыз. Алдыңғы қойғандарымыз үлкейе бастады.
Қайнауға жақындаған суға 40 грамм ас соданы саламыз. Қайнап бастайды. Сол кезде әрбір пергаменттегі нандарымызды саламыз. Табандағы қағаздардан пергаменттен ажыратып, пергаменттерді алып аламыз. 1,5 минут өткенде әрбір қамырды сүзгімен сүзіп алып шығамыз. Судан шығарып алғаннан кейін бұлардың бетін ақырындап кесеміз. Кескен кезде сыртындағы жаңа ыстық суға піскен жерін ескереміз және ол қамырға жететіндей етіп кесеміз. Енді осы қамырымызды 140-160 градуста қызып тұрған пешке салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Тоқаштарымызды тарелкеге салып алып, ыстық күйінде осындай сары маймен жеуге өте дәмді тоқаш